Ассалаумағалейкум, құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зейқұмбет. Егер Зейқұмбет арнасына бірінші рет кіріп отырсаңыздар, лайк, подпискаларыңызды басып отырыңыздар. Бүгінгі менің видеом жарнама видео болмақ. Бұл Қызықоин проектісін жеке адамдар маған шығып, осы проектіні жарнамалап берші деп айтқан болатын. Сол себепті мен сіздерге сразу ескертіп айтып жатырмын. Маған осы проекттің обзор жасау үшін мен жарнамаға ақша алдым. Сол себепті бұл проект алдағы уақытта қалай дамиды және бұл проектті жабылып қала ма, жабылып қалмай ма мен білмеймін. Сол себепті бұл проектіге ақша салмай тұрып, өздеріңіз қосымша анализ жасаңыздар. Себебі бұндай проект, достар, шынымды айтайын, күнде шығып жатыр. Күнде бір NFT marketplace, тағы да блокчейндермен байланысты. Бұндай проект мен көзім тойып кетті. Күнде қарап көзім тойып кетті, бірақ енді амал жоқ. Маған ақша төледі. Мен бұл проектіні жасап жатырмын, себебі маған ақша YouTube арнамның дамуына керек. Онымен қоса мен сіздерге ескертіп айтып жатырмын. Себебі бұл проект болашақта дамиды немесе дамымайды, мен айта алмаймын. Жай ғана бұл проект обзорный проект, кіру-кірмеу әр адамның өзі еркі. Сол себепті қысқаша менен шындық ақпаратты алдыңыз деген ойдамын. Ал енді мен қазір осы проектіге қысқа обзор жасап өтетін боламын. Сонымен достар, біз қазір Қызықоинның сайтында отырмыз. Қызықоин.finance деп аталады. Енді сайттың дизайнына келетін болсақ, дизайны жаман емес, жақсы жасалған. Бірақ естеріңізге сала кетейін, бұл Қызықоин қазақстандық криптовалютаға мүлдем қатысы жоқ. Себебі YouTube'да мен көріп жатырмын, бұл қазақстандық коиндар деп. Жоқ, достар. Бұл Қазақстанға мүлдем қатысы жоқ. Біріншіден, неге мен осылай ойладым? Маған жазған адамдар, осы проекттің основательдері ма, немесе жарнамаға жауап берген адамдар ма, маған жекемен жазған кезде олар біріншіден орысша сөйледі. Екіншіден, бізде Қазақстанда митинг болған кезде, білесіздер, интернетті өшіріп тастаған болатын. Мен интернетті қостым, то есть бір апта бойы интернет болмады, олар маған митингтің алдында жазған болатын. Біраз сөйлестік, потом барып енді интернет өшіп қалды. Потом телеграмға қайтып кірген кезде олар маған жазды, жерге сообщение келді. Типа, ой, почему, где вы, мне отвечаете деп. Сосын мен айттым, бізде у нас в Казахстане идет митинг дедім. Вот, ол оны білмеді. Значит, біріншіден бұл основательдер ма, білмеймін кім екені, Қазақстанда тұрмайды. То есть Қазақстанға мүлдем қатысы жоқ токен. Просто басқа мемлекетте тұр, Россия тұра ма екен, қазақстанский Қызықоин осылай шығарып жатыр. Достар, сразу айтамын, бұл жерде мен олардың ойларында не бар екен білмеймін. Может быть, бұл 100% гарантия айтпаймын. Может быть, просто Қызықоин деп, бұл барлығы Қазақстан деп ақша салып, олар ақшаларын алып кетуі мүмкін. То есть ондай да бол мүмкін ойлары. Сол себепті бұл жерде өте абайлаңыздар. Бізде мына жерде дорожный карта бар. Бірінші квартал бізде сайттар ашылған, социальный сеттері бар, бана кіріп көрген. Одан кейін яқта бізде енді дорожный картаның бәрін тоқталмаймын. 2022 жылы открытие запись, пресейл болады дейді. PancakeSwap, CoinGecko, CoinMarketCap сайттарынан шығады дейді. Бірінші квартал 2022 жылдың шыққанын күтеміз. Одан кейін разработка платформы KZPlace, начало разработки KZGames дейді. Одан кейін яқта бізде соңғы квартал бұл 2022 жылдың соңына дейін тестирование веб-терминал KZFinance, запуск первой игры Play to Earn и расширение функций KZFinance, тестирование приложения на Android. Одан кейін астыда бізде Қызықоин токені. Бізде яқта енді Қызықоинді алу барысында бізде қандай преимущество болады. Әрине яқта бізде дауыс бере аламыз, қатыса аламыз развитиесіне. Одан кейін стать инвестором низким порогом входа. Одан кейін яқта разработан, Binance Smart Chain оны лайық түсінікті. Одан бар эмиссия 91 миллион токен. Онымен қоса астында адрес контакт жазылған. Одан кейін яқта бізде держатель получения бонус NFT, то есть осы токенді сатып алып ұстап отырған үшін сіздерге NFT береді. Одан кейін держатели пользуются ресурсами платформы на максимальных благодатных условиях. Ең келесі яқта бізде токен 10%. Яқта енді понятно, қаншадан қанша таратады. Өздеріне 20% ток қалдырады, экосистемасына 20% қалдырады, ликвидностьке 10% қалдырады. Саудада ликвидность болу үшін. Одан кейін статистический партнерларға, нелерге, разработчиктеріне 10% береді. Резервте, холодный кошелектерінде 10% қалады. Пресейл, прераунд, то есть бұлардың барлығы алдын ала сатылатын заттар, биржаларға шықпай тұрып. Бірақ яқта мен түсінбегенім, яқта airdrop мүлдем жоқ. Airdropқа қанша токен таратқан тоже яқта ақпарат жоқ. Тоже маған коммент тудырды. Себебі бұлар airdrop таратқан болатын. Бірақ қанша таратты тоже бұл жерде ақпарат жазылмаған. Сосын барып купить КЗТ 0.05 бағамен сатылып жатыр. Қазіргі уақытта сатылсаңыздар болады, без проблем. И потом барып бізде мына жақта
как купить әрине жазылған, как купить, как подключить сеть BSK в кошелек MetaMask. Мына жақта бассаңыздар сіздер телеграф пост қалдырады, жабамын и в принципе мына жақта болды. Осы приложениенің, қызы приложение шығады деп жатыр, App Store, Play Market. Бұны не үшін шарт қойған білмеймін, себебі мен кіріп өттім, әлі приложениялары шықпаған, то есть разработкадан болуы мүмкін, бірақ мына жақта шығарып қойғанын мен түсінбедім. Хоть жазып қойса болады ғой. Бұл проект типа разработка жасалып жатыр деген секілді. Сол себепті дұрыс түсінбедім, не себепті бұны шығарып қойған, егер әлі жасалып бітпеген болса. Ең басты мына жақта мен бір күмән тудырғаны, маған мына жақта Forbes бар, Yahoo бар. Не себепті бұл тұр? Мен әрқайсысына кіріп көрдім, қызы финанс туралы мүлдем ақпарат жоқ. Мысалы, Yahoo-ға кіреміз, Yahoo-да бізде топ NFT marketplace деп жазылып тұр. Мен қазір көрсетем, топ NFT marketplace деп жазылып тұр. Бұған қандай қатысы бар? Қызы ненен? Бұлар жайлы осы жер жазылатын болса, қызы финанс, онда мен более басқаша қарайтын едім. Бірақ мына жақта қызы финанс жайлы мүлдем ақпарат жоқ. Обычный пост алғанда сала саған Yahoo финанстағы бір текст алып осы жерге қойып қойған. Мына жақта мүлдем басқа нелер платформа, OpenSea, Axie Infinity, тағы басқа. То есть бұл жерде менің жеке ойым, осы жерден бастап бұлар өздері өтірік ақпарат беруде. Бұл проектіге өте кері әсерін тигізеді. Сол себепті бұларды алып тастау керек. Бұл SME деген жоқ, бұл Forbes-те жоқ бұл проект. Yahoo-да жоқ, не үшін қойып қойған білмеймін. Потом барып мына жақта старт продаж қызы 005 деп тұр, и как купить мына жақта жазылып тұр. И мына жақта white paper документ. Бұл документ әрине өздеріңіз оқып шықсаңыздар болады. Мен даже мына жақтан бағана ашқан болатынмын white paperді. Бірақ ол қазір мына жақта бар ма екен? Ладно, мен white paper қазір тоқталмаймын. White paper өздеріңіз оқып шықсаңыздар болады, русский языкпен бар. Twitter, Telegram, Medium, Instagram бәрінен кіріп көрдім. Қатты бір подписчиктері аз енді жаңа проект болғандықтан. Онымен қоса бізде осы проекттің Telegram каналы, қазақский Telegram каналда уже русский бар, английский бар. Қазақскийде 26 бізде подписчик. Енді достар, осы проект жайлы қысқаша өз ойымды айтайын. Бұл шындық өз ойым. Ешкім бір ренжіп не істемесін. Әсіресе осы проектке ақша салғандар. Бұндай проектлерде кішкене абайлап болу керек. Мен айтпаймын бұның проекттің барлығы жаман деп. Просто кішкене абайлап болу керек. YouTube-та айтқан бүкіл ақпаратқа сене бермеңіздер. Олардың барлығына ақша береді. Ақша берген адам по-любому бір мақтайды. Маған ақша берді, мен сол ақша берген өзінде мен жеке шындық өз ойымды айтып жатырмын. Егер сіз тек қана шындық ақпаратты білгіңіз келсе, онда мен YouTube-арыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, подписка кнопкасын басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да қызықты ақпараттар болады. Сіздермен болған мен Зея Құлымбет. Барлығымызға чики-пау.